Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кешкі асқа немесе ауызашарға осындай керемет гүл мантысын дайындауға кеңес беремін. Сондықтан соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ал каналыма тіркелмеген жандар міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бізге осындай ыдысқа су құйып, артынан жұмыртқасын салып, дәміне қарай тұзын салып, барлығын қолыңыздың көмегімен жақсылап араластырып алып, үстіне ұнымызды салып, електен өткен ұнымызды салып, жақсылап қолыңыздың көмегімен біркелкі масса жасап араластырамыз. Қанша керектігі жөнінде толықтай видеоның астына мағлұматтар жаза кетемін описанияға. Сонан қарап өтсеңіз болады. Салмасына менде картоп, сәбіз және пиязды алдым. Сіз қалауыңызша алсаңыз болады. Фаршпен, пиязбен, немесе мен сияқты осылай көкөністермен жасасаңыздар болады. Бұлай да өте дәмді шығады. Барлығын үлкендеу бір ыдысқа алып салып, дәміне қарай тұзын, бұрышын және де қалауыңызша әртүрлі дәмдеуіштерден салып қоссаңыздар болады, өзіңіздің ұнататын. Ең соңында мен әбден мантыны орайтын кезде, жасайтын кезде сұйық май қосамын. Мінекей осылай сұйық май қосып, сол кезде жаңағы ішіндегі салмасы одан сайын дәмді болып тұрады да. Сұйық майдың орнына негізі жаңағы құйрық майды қоссаңыз болады. Егер де ол жоқ болса, қарапайым сұйық майды қоса берсеңіз болады. Мінекей осылай нанымыздың иін жақсылап қандырып аласыз да. Менде 2 дана шықты осылай. Барынша жұқа қылып, үлкен астың нанын илегендей қылып илеп шығамыз. Үлкендеу қылып, барынша жұқалау қылып, одан соң дәл видеодағыдай қылып осылай кесіп аламыз. Одан соң осылай салмасын салып шығамыз. Барлығын кезек асықпай. Одан соң осылай біріктіреміз. Мінекей қараңыздар, дәл видеода мен қалай жасап жатырмын, солай жасасаңыз болады. Сол кезде өте әдемі роза гүлі тәрізді манты шығады. Мінекей сіздерге арнайы көрсетіп жатырмын видеоға жақындатып. Мінекей қиын ештеңесі жоқ. Өте дәмді әрі оңай гүл мантысы шығады. Дастарханыңыздың сәнін алып тұрады кәдімгідей. Мінекей небәрі 30-35 минутта пісіп шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің жасаған гүл мантым ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.